Екібастұздағы дүкендер мен мекемелердегі көрнекі ақпараттардың айна қатесіз мемлекеттік тілде жазылуын қадағалайтын бірден-бір жандар осы мониторингтік топ мүшелері. Қаламыздың тіл жанашырларынан құралған топ биылда қарқынды үрдіспен жұмыстарына кірісіп кетті. Бұл жолы олар халыққа қызмет көрсететін бірқатар нысандарды аралап шықты. Мемлекеттік тілдің аясын кеңейту мақсатында биылғы жылға да көптеген жұмыстар жоспарлы түрде өткізіледі. Биылғы жылы біз 22 қаңтарда жұмысты бастадық. Ол жұмысқа біздің белсенділер қатысты. Биылғы жылы осы ең басты біздің мемлекеттік қызмет көрсететін нысандарда қызмет алуға келген тұтынушыларға өз тілінде қызмет көрсету, ол талапты орындау керек. Сол себептен біздің бірінші барған мониторингімізға Горсеть, Горэлектросеть, Горводоканал, Павлодар Энерго және халыққа қызмет көрсету орталығы осы нысандарға біз бардық. Бұл жұмыс не себептен жүргізіліп отыр деп айтайық. Бүгінгі таңда көптеген біздің тұрғындардан бізге шағымдар, өтініштер түсіп жатады. Кейбір мысалы халықты қызметке көрсететін нысандарға барған кезде қазақ тілінде сұрақ қойсақ, бізге орыс тілінде жауап береді деген. Бұл заң бұзушылық. Егер де тұтынушы мемлекеттік тілде сұраныс жасаса, оған әрине мемлекеттік тілде жауап беріліп, оған қызмет көрсетілу керек. Осындай фактілер болдырмау үшін біз осы жұмысты қолға алып, биылғы жылда бұл жұмыс жалғасып жатыр. Осы топқа белсене қатысқан біздің жұмыс тобының мүшелері осы жұмыс жалғасын табады. Жұма сайын біз өзімізге есеп жасап, мониторинг жүргізіп, жұма сайын жасалған жұмысты қорытындылап отырамыз. Жалпы бұл бағыттағы жұмыстар легі әлі де белсенді жалғасады. Бұл істе бөлім қызметкерлері тұрғындарды да бей-жай қарамауларын сұрайды. Себебі тіл тағдыры баршамызға ортақ. Осы бүгінгі мүмкіндікті пайдалана отырып, жалпы біздің тұрғындарға айтарым, егер де біздің тіл туралы заңның бұзылуына көз жеткізіп, соған куәгер болсаңыздар, біздің мәдени және тілдерді дамыту бөліміне хабарласуға болады. Заң барша елге, барша халыққа ортақ. Сол себептен біз өз тілімізді құрметтеп, өз тілімізді насихаттап, өз тілімізде сөйлеуіміз керек.